2026 жылды қалай жоспарлаймыз, достар? Осы тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Мұқият тыңдаңыздар. Жалпы жоспарды қалай жоспарлаймыз, 2026 жылға, яғни бір жылға. Жалпы жоспарды жоспарлаған кезде тек қана бір арнамен жоспарлау дұрыс емес болып табылады. Бізге адам өміріне қажетті ең маңызды өмірдің салалары туралы айта кетейін. Ең бірінші ол тұлғалық даму. Яғни бірінші өзіңіздің тұлғалық дамуыңыз туралы жоспарлайсыз. Одан кейін отбасы. Одан кейін махаббат. Отбасыға енді балаларыңыз, жұбайыңыз да кіреді, бірақ жұбайыңызды махаббат деген бөлек жерге жоспарласаңыз болады. Себебі қарым-қатынаспен де жұмыс жасау керек. Отбасы, махаббат, сонымен қатар жұмыс, сосын денсаулық, ақша еркіндігі деп осылай жоспарласаңыз болады. Оны қазіргі таңда адамдар шеңберге сызып көрсетіп жатады. Шеңберге сызсаңыз да болады. Яки болмаса, өзіңізге қалай ыңғайлы, солай блокнот бетіне яки дәптер бетіне жаза берсеңіз болады. Ең бірінші мен айтып кететінім тұлғалық даму. Аллаға шүкір болып, деніңіз сау, аман болсаңыз, онда ең бірінші тұлғалық дамуға көңіл бөлу керек. Күніге жаңа белгілі бір әдеттер қалыптастыруға, таңда ерте тұруға, су ішу, таңда ерте тұру, жаттығу жасау деген секілді таңғы уақыттың еш болмаса жарты сағатын өзіңізге арнауға жоспарлаңыз. Содан кейін қалған өмірлеріңіз кетеді, денсаулық кетеді. Денсаулық мысалы тісіңізді істетуіңіз мүмкін, болмаса соған жаңа қаражат жинап, соған ұмтылып, жақсы клиника тауып, соған барып деген секілді соны жоспарлауға болады. Болмаса жаңағы басқа да шек жолдарын яки болмаса бір чекап өту керек болса бастан аяқ, соны жоспарласаңыз болады. Яки болмаса гинекологиялық мәселелеріңіз болса, соны жоспарлап қойсаңыз болады. Соны жасаймын деген секілді, сол жағынан денсаулығыма күтім беремін деген секілді. Денсаулыққа сонымен қатар таза ауада серуендеу, күнделікті жаттығу жасау да жатады. Оны да естен шығармаған дұрыс болады. Одан кейін отбасы. Отбасыға қандай мақсаттар жасақ болады? Отбасыға балалармен көбірек уақыт өткіземін. Так балаларыма мына нәрселерді үйретемін. Көбірек ертегі оқып беремін. Физика, математика, яки болмаса география, бір сондай ғылым салаларын жайлап үйрете бастаймын. Бірінші аптада мынаны, екінші аптада мынаны, үшінші аптада мынаны, яки сенбі, жексенбі күндері мына нәрселерді үйретемін деген секілді, сандарды үйретемін, білмеймін, немесе мектепке дайындаймын, оқуын жақсартамын, жылдам оқытып үйретемін деген секілді осындай нәрселер жасасаңыз болады. Әрине, маманын жалдап істеген өте жақсырақ. Бірақ егер оған мүмкіндік болмаса, сіз оны өзіңізді үйретіп, өзіңізде балаңызды дамыта аласыз. Одан кейін бұл жерге отбасыда жақындармен қарым-қатынаста кіреді. Енді жақындарыңызды туған күнін ұмытпай, құттықтап, былай көңілін аулап, бір басына бір қиындық түскен кезде жағдайын сұрап қойсаңыз да, соның өзі үлкен көмек болмақ. Одан кейінгі махаббат. Махаббат бұл жерде күйеуіңізбен қарым-қатынас болған кезде қай жағынан мен күйеуіммен қарым-қатынасты жақсарта аламын. Ол жұмыстан келгенде барынша үйімді тазалап, тамағымды әзірлеп, тәтті тамағын әзірлеп отырайын, немесе оның жақсы көретін тамағын әзірлеп отырайын. Болмаса бір балалардың бәрін ұйықтатып болғаннан кейін кішкене бір жарты сағат онымен сөйлесіп, оның ішінде не бар, соны білейін. Болмаса жаңағы туған күні жақындап келеді, жаңа жыл жақындап келеді, соған арнайы сыйлық ойлап, сыйлықты жоспарлап, ерекше сыйлық болса тіпті жақсы. Қазір Instagram парақшаларында ондай өте көп, жұбайына арнап сыйлық беріп жатқандар. Соны да ойлауымыз керек. Өткенде жаңағы көңіл күйі болмай қалған еді ғой, неліктен көңіл күйі болмай қалды деп жайлап, тамағын беріп болғаннан кейін онымен жайлап сөйлесіп, сырласып, оған деген уақытыңызды бөліп, оның қандай маңызды, оның
сіз үшін жұмыс істеп жүргенін айтып, отбасы үшін жұмыс істеп жүргенін айтып, жаңағы кішкене өзіңіздің рахметіңізді білдіріп, осылай да қарым-қатынасқа жақсартуға болады. Ол бір міндетті түрде бір мейрамханаға барып, яки қойшы балаларды біреуге тастап кетейік, өзіміз жеке қыдырып келейік тек. Енді сондай бір сенімді тастайтын адамыңыз болса, әрине ол да дұрыс, бірақ деген міндетті түрде олай істеу керек емес те. Үй жағдайында да жақсылап, жаңа қарым-қатынасты жақсы сөйлеп ақ, жақсы ой ойлап ақ, қарым-қатынасты жақсарта аласыз. Әсіресе болашаққа арналған жоспарларыңызды талқыласаңыздар болады. Мысалы, балаларды ұйықтатып болғаннан кейін, балалар 8-де ұйықтатып тастасаңыз, яки 9-да ұйықтатып тастасаңыз, сол кезде жұбайыңызбен отырып алға болашақ өмірде қалай жоспарлаймыз, не істейміз, үй аламыз ба, үйге ақша жинаймыз ба, болмаса, білмеймін, ақша туралы болмаса да бір мақсат, арман талқылай беріңіздер. Талқылай беріңіздер, ол түбінде сіз біргесіздер де бір мақсат құрып, арман болған нәрсе мақсатқа айналып, бір үлкен күшті нәрсеге жетеді. Осы жағынан осылай істесеңіздер болады. Махаббат жағын осылай айтар едім мен. Одан кейін тұлғалық даму, денсаулық, отбасы, махаббат кетті. Одан кейін жұмыс. Әйел адамдарда ең соңында жұмыс болу керек. Неліктен деп айтайын, себебі біз бәрібір баламызға байлаулымыз, үйге байлаулымыз, баламыз әсіресе кішкентай кезде. Үлкейіп кетсе, енді жұмыс істеулеріңіз мүмкін. Бірақ баламен бірге жасай алатындай қандай жұмыс бар, сондай жұмыс түрлерін қарап істей алсаңыздар құба-құп. Жоқ, істей алмаймын ондай жұмысты, баламен миым ашиды, үлгере алмаймын, балам әлі кішкентай, иеміз өлі, балама көп жағдай жасауым керек десеңіздер, онда өзіңіздің бала ұйықтап жатқанда жасай алатын жұмыстар бар, сондай бір жұмыс түрін тауып алсаңыздар болады. Блог жүргізу, Инстаграм жүргізу, ТикТок, бірақ тек бір ғана немен кетуіңіз керек, әлеуметтік желімен. Тек қана YouTube жүргіздіресіз, Инстаграм жүргіздірмесуге себеп балаңыз бар. Сол бір ғана YouTube жүргіздірген өзіне сізде нәтиже шығуы мүмкін. Болмаса тек қана Инстаграм жүргіздіресіз, басқа неге араласпайсыз әлеуметтік желіге, тек қана Инстаграм. Дублировать етіп салсаңыз болады, бірақ басты фокус сол Инстаграмда болу керек деген секілді. Болмаса тек қана ТикТок жүргізесіз, басқа әлеуметтік желілерге тиіспейсіз. О да білмеймін, дублировать етіп салуға бола ма, болмай ма, бірақ Инстаграмда бар ғой дублировать етіп салу. Солай. Тек қана фокусты бір әлеуметтік желіге арнап, соны ғана дамытумен айналсаңыз болады. Яки болмаса оған да уақытым жоқ десеңіз, жай ғана болашақта балаларыңыз өскен соң қандай жұмыспен айналысқыңыз келеді, соны армандап, қиялдап, соған жоспарлы түрде дайындалсаңыз болады. Яғни, білмеймін, бәлкім сіз оқу бітірдіңіз, ұмытып қалдыңыз оқығандарыңызды, соны қайталап жүрсеңіз болады. Болмаса болашақта осындай жұмыс істесем екен деп іштей ойлап қойсаңыз болады. Сәл балам өскенде, осынша уақытта болғанда, яки бақшаға бергенімде осындай жұмыс жасайын деп армандап, қиялдап қойсаңыз болады. Оны да ойлап жүру өте маңызды. Яки жоқ, мен ештеңе жасамаймын, тек қана осы өмірім ұнайды, осы өміріме шүкір десеңіз, өзіңіз білесіз. Бұл кетті. Сосын ақша еркіндігі. Ең соңында айтатыным, ақша еркіндігіне мақсат қоюыңыз керек. Неге, достар, мен қарасаңыздар, реалды мақсаттарды айтып жатырмын. Мен аспандағы айды айтып жатқан жоқпын, тек қана миллиондарды армандаңыздар деп айтып жатқан жоқпын, кәдімгі өзіміз қолымыздан келетін, істей алатын жұмыстарды айтып жатырмын. Адам өзі істей алатын жұмысты ойлаған кезде, өзінің қолына не келеді, соны ғана ойлаған кезде, адамда біреумен өзін біреумен салыстыру, яки жаңағы недовольство дейміз ғой, яғни өмірге шағымдану, жаңа көңіл күйдің түсуі деген нәрселер болмайды. Адам өзіне реалды мақсаттар қойған кезде, реалды өзі ғана жасай алатын. Басқа нәрселерде адамның шаруасы болмайды. Сізге тіпті басқа біреу жаман сөйлеп кетсе де, соны тез ұмытып кетесіз. Мен өзім басына өткізгем осы нәрсені, сондықтан айтып отырмын.
Ақша еркіндігі келген кезде, ойбай, маған миллиондар түссін, аумин, 5 миллион түссін, аумин, 10 миллион түссін, аумин деп сөйлеу де жақсы шығар. Мен жаман демеймін. Жақсы, айтыңыз. Бірақ реалды түрде ойлау керек. Ақша еркіндігі деген кезде өзімен өзі отырып алып, азаннан кешке дейін жаңағы дұға оқып, азаннан кешке дейін аффирмация айту, азаннан кешке дейін оны жазу емес. Ақша еркіндігіне келген кезде сіз қолыңызға түскен ақшаны үнемдеп жұмсай алу. Қарасаңыздар, реалды нәрсені айтып жатырмын, қолыңызға сізге қандай ақша түседі, сол ақшаны реалды жұмсай алу. Ақша әртүрлі жолмен түсуі мүмкін әйел адамға. Күйеуінен келеді. Болмаса жаңағы сіздерге көмектесіп жатқан туысқандарыңыз бар шығар, декретте отырған кезде. Ата-енеңіз беретін шығар, ата-анаңыз беретін шығар. Бір бизнесмен мықты ағаңыз бар шығар, сол беретін шығар. Мен ондайларды да естимін. Болмаса бір туысқаныңыз яки дос-жараныңыз көмектесіп тұратын шығар. Әйтеуір біреуден ақша келіп жатады. Қарапайым нәрсе, мысалы, баланың айлық ақшасы да жақсы, шайлық ақшасы да жақсы. Балаға бір айға берілетін пособие, 1,5 айға берілетін пособие, содан да үнемдеп жинай алсаңыз болады. Ақша еркіндігі дегеніміз үнемдеу әрі жинау. Осылай айтылады. Қазір кезде ақша еркіндігі деп адамдар қатты қуып кетіп жатқан сияқты. Ақша еркіндігі дегеніміз жинау және үнемдеу. Жинайсыз, болашаққа жинайсыз. Өзіңізге керекті бір нәрсеге керек болып қалады ау деп жинайсыз. Өзіңізге түскен сумманың белгілі бір бөлігін жинап отырыңыз. Мынанша процент деп айтпаймын. Өзіңіз бір 10 теңге, 5 теңгелеп жинағанның өзінде, ертең ол көп ақша болып, сіздің құтыңызда тұрған кезде, сіздің өзіңіздің жаңағы былайша айтқан кезде, желание дейміз ғой, солай кәдімгідей қатты жинағыңыз келіп тұрады. Одан сайын ақшаны көбейткіңіз келіп тұрады. Енді ақшамен жинағыңыз келіп тұрады. Бір сондай адамда сезім болады. Сондықтан да ақшаны жинаған дұрыс болады. Себебі бір енді әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін, Құдай сақтасын, бірақ дегенмен де өзіңіздің арт жағыңызда бір ақша тұрса, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Сіз өзіңізді еркін сезінесіз. Сіздің көңіл күйіңізді көтеріңкі жүреді. Сіз өзіңізге сенімді бола бастайсыз. Не үшін өмір сүріп жүргеніңізді білетін боласыз тіпті. Сондықтан да ақшаны үнемдеп әрі жинап ұстай білу дұрыс болады. Яки өзіңіз табыс тапсаңыз, содан жинап үлгерсеңіз болады. Әйтеуір бір жолы көп қой, болады ғой, әйел адамға келеді ғой, қай жақтан болмасын келеді. Сіздер үйде отырып, маған ақша жоқ қой деп ойламаңыздар, келеді. Кәдімгідей саралап, анализ жасап, ойлана бастасаңыздар, әртүрлі жолдан сізге ақша келіп жатқанын білесіз. Достар, кішкене көбірек сөйлеп кеткен сияқтымын. Көргендеріңізге рахмет. Мен барынша реалды нәрселерді айттым деп ойлаймын. 2026 жылға нақты жоспар құру, осылай жүзеге ассын барлықтарыңызда. Аспандағы айды армандап қажеті жоқ. Реалды нәрселерді ғана ойлағандарыңыз дұрыс болады. Арнама жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар.